Таңғы уақытта ояу болу өте маңызды. Өйткені бұл сәтте басқа уақытта кездесе бермейтін мол береке бар. Әбігерлікке толы қарбалас тірлік басталмай тұрып, мұндай берекелі уақытты жеке тұлғалық дамуға арнаған тиімді. Өйткені бұл уақытта сені ешкім мазаламайды. Күндізгідей телефон қоңыраулары, түрлі мессенджерлерден келетін толассыз хаттар жоқ. Миың сергек болады. Таңғы уақытта жаттығу жасап, таза ауа жұтып, далада серуендеп келгеннен кейін кітап оқып өткізу, тыныштықта терең ойға шому, күндізгі ісіңді жоспарлау өте пайдалы. Ел шырт ұйқыда жатқанда біршама жұмысты тындырып тастайсыз. Далада серуендеу, спортпен айналысу арқылы бойына жағымды қуат жинағандықтан тұла бойың күні бойы сергек жүреді. Атқаратын ісіне күш-жігер жинап аласың. Позитивті тудырады. Нәтижесінде, таңғы уақытты осылай жақсы істермен өткізген адамның көңілі көтеріңкі әр жетістікке жеткен жанның рухы шат болады. Мұндай адамның өмірі берекеге толады. Қазақтың ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дегені неткен керемет қағида. Хадисте Алла елшісі, салаллаху алейхи уәсәләм, таң намазын оқығаннан кейін орнынан тұрмай, зікір етіп, күн әжептәуір көтерілгенге дейін отыратын еді делінген. Таңғы уақытта ояу болып, оны барынша тиімді қолдана алған адам өмірін айтарлықтай жақсы жаққа өзгертіп, діттеген мақсатына жете алады. Жетістікке жеткен ұлы тұлғалардың көпшілігі таңғы уақытын өте тиімді пайдаланғаны мәлім. Сондықтан сіз де таңғы уақыттың берекесін сезіну арқылы бүкіл өміріңізді өзгерте аласыз. Ойланып көріңізші, әлем ұйықтап жатқанда, сіз жан дүниеңізді руханиятпен нәрлендіріп, санаңызды пайдалы біліммен сусындатып, денеңізді ширатып үлгересіз. Бойыңызға ғажайып қуат жинап, шабытыңыз шалқыған күйде күніңізді ең керемет деңгейде, сапалы да өнімді өткізуге дайын боласыз. Түнде тынығып, таңертең аман есен оянғанда, тағы бір арайлы күнді тарту еткен жаратушыға алғыс білдіріп шүкір етейік. Аллаға бүгінгі күнді ізгі істермен берекелі етіп өткізуге тырысатынымызды айтып уәде берейік. Егер бүгінгі күніңіз жер бетіндегі соңғы күніңіз болғанда қалай әрекет етер едіңіз? Сол күнді қалай өнімді өткізер едіңіз? Өзіңіздің ең жақсы қабілетіңізді, мүмкіншілігіңізді қалай қолданар едіңіз? Мына өмірде қандай жақсы іс қалдырар едіңіз? Міне, осындай терең ойлар сізге мықты ғажайып жігер беретін мотивация болмақ. Таңғы уақытты өзіңізді жетілдіруге, біліміңізді арттыруға, денсаулығыңызды реттеуге, санаңызды жаңғыртып, ішкі әлеміңізге үңілуге ниеттеніңіз. Таң атпай тұрып күніңізді өзіңіз риза кемел түрде қалай өткізетініңізді елестетіңіз. Ерте оянып, уақытыңызды жалғыздықпен ешкім мазаламайтын тыныштықта өткізген кезіңізде миыңыз сізді жетістікке жетелейтін дофамин гормонын бөле бастайды. Онымен бірге бақыт гормоны деп аталатын серотонин де пайда болады. Қауіп-қатерге дабыл қағатын стресс гормоны кортизолдың деңгейі барынша түседі. Бір сөзбен айтқанда, өзіңіз залды құшағында сезінесіз. Көңіліңіз көтеріліп, бойыңызда ғажайып қуат, өзіңізге деген ерекше сенімділік пайда болады. Адамға ең жақсы идеялар мен күрделі мәселелердің шешім көңіл көтеріңкі, рухы мен санасы тыныштыққа бөленген сәттерде келеді. Кімде-кім таңғы 2 сағатын, ең болмаса 1 сағатын тиімді пайдаланып, өзінің жан-жақты жетілуіне, руханиятына арнай алса, ондай адам тек жетістіктің тұғырынан табылады. Алла елшісінің Алла тағалам, үмбетімнің ішіндегі ерте тұрған, жанға берекеңді бере гөр деген дұғасына сай жаратушының берекесіне кенеледі. Таңғы уақытты тиімді өткізу үлгісі. Таңғы сағат 06:00. Ұйқыдан ояну, сағат 05:00 оянған тіптен жақсы. Таңғы намазды оқып, дұға тілек жасау. Зікір айту. Құран оқу. Алланың 99 есімін мағынасын түсіне отырып, әр есімнің ғалами сипатын елестете отырып дұға жасау, шамамен 30 минут. Таңғы жаттығу, жүгіру немесе таза ауада серуендеу. Бұларды атқарған кезде құлаққабыңызды киіп, пайдалы ақпараттарды немесе аудио кітап тыңдаңыз 30 минут. Душқа түсу, кітап оқу, күндік жоспарыңызды пысықтау 50 минут. Таңғы ас, ерте тұруға шабыттандыратын өзіңізге өмірлік мақсат қоя біл. Кешкі асты ертерек ішу һәм қорытылуы жеңіл тамақ тұтыну. Ерте ұйықтауға дағдылану.
Осы қарапайым шарттар орындалса, ерте тұру сізге ешқандай қиындық туғызбайды. Ол үшін кешкі уақытта достарыңызбен кездеспегеніңіз дұрыс. Шақыруларға жоқ деп айтуды үйренуіңіз маңызды. Мүмкіндігінше төсекте жатып әлеуметтік желіге кірмеген пайдалы. Осы орайда сіздерге Хелл Элроттың «Магия утро», Робин Шарманың «Клуб 5 часов утро» кітаптарын оқуды ұсынамын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, пікіріңіз болса жаза кетіңіз.